Құрметті қазақ елі, алғыс айту күні құтты болсын. Құтқару барысында тірі қалған адамдарды таптыңыздар ғой? Иә, таптық. Қараңғы 3-4 күн сөйелді жатыр. 3-4 күннен бері? Иә, жатыр сөйелді. Кешедегі шықты алтындан шығарылды. Осы лиганың көмегімен қанша адам табылды? Лига, получается, нашла 3. Үшеуі де тірі болды ма? Үшеуі де тірі болды. Лига бүгіннен бастап үздік сақшы 2023. Ал, құтты болсын лига. Жалпы қанша киіз үй құрдыңыздар? 100-ден асып кетті, 120-ға сондайға барды. Аңыраған ана, қайғырған әке, чырылдаған бала, көзімізбен көрдік. Қаншама жас жігіттерге міне ағамыз үлгі болсын. Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакованы көреміздің студиясына шақырамын. Наверное, первое это была гордость. Флаг нашей страны поднимается выше всех. Құрметті қазақ елі, алғыс айту күні құтты болсын. Елдің ықыласына бөленіп, халықтан алғысын алған жандарға арнайы шығарылым ұсынбақпыз. Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз. Сіздермен Руслан Өтепбай. Ортекедей ойнақтаған Ольга Рыпакова 3 қарғып секіруден 3 бірдей Олимпиадаға қатысып, үшеуінде де биік тұғырдың түрлі сатысынан көрінген дарабоз. Ол 1984 жылы Өскеменде өмірге келіп, Шығыс Қазақстан облыстық дарынды балалар мектеп-интернатын бітірген. Бастапқыда 7 сайыспен әуестенсе, кейін ұзындыққа секіруге ауысып, 2007 жылдан бастап 3 қарғып секірумен айналысқан. 2008 жылғы Бейжің Олимпиадасында 15 метр 11 сантиметр ұзындықты бағындырып, Азия рекордын жаңартты және күміс медаль еншіледі. Ал 2010 жылы Шанхайда өткен Гаухар Лига деп аталатын жеңіл атлетика сериясында 14 метр 89 сантиметрге бірақ қарғып. Дәл осы жылы қысқы әлем чемпионатында чемпион атанып, 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткен Олимпиадада қоланы қанағат тұтты. Ольганың ең биік тұғыры Лондон Олимпиадасының алтын жүлдесі. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан ең биік қашықтықты бағындырған желаяқ қыз 14,98 метр ұзындыққа секіріп, бүкіл әлемді аузына қаратты. Олимпиаданы бағындырған чемпионның орындалмаған қанша арманы бар. Жүйрік қыздың жүрегі неге жиі толқиды? Ол көремізге қандай құпиясымен бөлісу үшін келді? Көреміз. Қазақтың көк байрағын әлемдік түрлі додаларда желбіретіп жүрген Ольга ханымға елдің алғысы шексіз. Сондықтан да Ольга ханымды біз көреміздің студиясына шақырған болатынбыз. Уақыт тауып келісімін берді. Ендеше құрмет қошеметпен Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакованы көреміздің студиясына шақырамын. Міне қазақтың қайсар батыр қызы Ольга ханым, қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Мына гүл шоғы біздің атымыздан. Жайғасыңыз. Ольга ханым, қалайсыз? Спасибо, все хорошо, замечательный день, всем здравствуйте. Рада приветствовать и спасибо за приглашение. Ең әуелі мереке құтты болсын. Сіздің осы бір спорттағы мансабыңыз талай қазақтың бойына жігерлік қайсарлықтарытты, сол үшін сізге мында бір алғыс. Сіз мансабыңызды таяуда аяқтадыңыз. Қандай сезімде болдыңыз? Я думаю, что пришло время все-таки. В спорте я с 8 лет. И уже, можно сказать, 30 лет я в спорте. Конечно же, сложно это было решение, но всему свое время. Поэтому были, конечно, сложности, восстановления, травмы, которые все-таки не давали выступать. И, как уже привыкли мои болельщики, радовать их именно на высоком уровне. И травмы мешали, сложности были. Поэтому, я думаю, все-таки, наверное, уже достаточно. И в этой сфере я, как профессиональная спортсменка, все сделала то, что могла. Теперь нужно двигаться дальше. Жақсы, біз енді сізге сәттілік тілейміз. Десе де сұрайыншы, қазіргі таңда қайда жұмыс істейсіз? В данный момент я являюсь военнослужащей, уже долгое время в ЦСКА. Сейчас являюсь тренером-консультантом для нашей сборной. Поэтому, в принципе,
есть чем заниматься, но параллельно, конечно же, учусь новому для себя, получаю новые знания и думаю, что в будущем они мне обязательно пригодятся. Есть кое-какие идеи, есть небольшие проекты, и пока двигаюсь в этом направлении, чтобы осуществить их. Сізге мен мынандай сұрақ қойғым келеді. Қарап отырсам, сіздің қоржыныңызда Азияның 4 алтыны, Олимпиаданың қоласы, күмісі, алтыны бар. Спортта сіз жетпедім деген биік бар ма? Нені армандайсыз? Действительно, вы правы, наград очень много, достижений очень много, но единственное, наверное, может и не единственное, конечно же, хотелось мне получить золотую медаль в чемпионате мира на открытом воздухе на стадионах. Есть у меня медаль золотая чемпионата мира, но в закрытых помещениях, а на стадионе, на воздухе ее нет, к сожалению. Также мировой рекорд, он всегда был рядышком, у нас основная интрига была, кто же побьет мировой рекорд, который с 1995 года стоял. Но мне посчастливилось быть свидетелем все-таки этого мирового рекорда, и на моих глазах он был побит, этот рекорд. Қазір енді сіздің ең бақытты сәтіңізге баршамыз куә болайықшы. Экранға зер салыңыздар. Ольга ханым, осы бір сезімдерді қайтадан еске түсіріп көрейікші. В тот момент, вот когда мы сейчас смотрели сюжет, да, вот это видео, когда мне вручили флаг моей страны, моей родины, чувства были смешаны. Действительно, я не понимала, что произошло, что происходит на данный момент. Наверное, самое первое, что я почувствовала, когда уже закончились соревнования и мне вручили флаг, я почувствовала, наконец-то все это закончилось. Это был настолько сложный путь, настолько тяжелый, там было все, напряжение. Многие годы мы готовились к этой Олимпиаде, и это случилось, потому что были сомнения, что будет ли вообще финал для меня, буду ли я вообще выступать на Олимпиаде. Конечно же, смешанные, то есть и радость была, и гордость была, и благодарность была. То есть более или менее все свои ощущения я прочувствовала, стоя на пьедестале, когда стояла на первой ступени и поднимался наш флаг, звучал гимн. Там, да, наверное, первое это была гордость. Гордость за то, что флаг нашей страны поднимается выше всех. Наш гимн слушают вживую болельщики, зрители, которые были на стадионе, а их было 80 тысяч человек. И это было, конечно же, очень впечатляюще. Это же поддержка, сила. 80 человек. Да, вы правы. Огромная сила. Эти чувства, конечно же, они переполняли. Там доходило до слез. Ел сізді мерейіне бөледі, сыйлықтар берді, қаржылай көмектесті. Бірақ маған қызығы, күйеуіңіз не берді сізге? Это, наверное, его победа, да? Его терпение. Материального такого подарка я не помню, не было, наверное. Но, конечно же, тут и он мне, и я ему, наверное, это внимание, это сложно. Вот, кстати, после Олимпиады очень сложный период также был для меня, потому что если я готовясь к соревнованиям, для меня было сложно очень такой момент. Я оставляла семью и уезжала на сборы, уезжала на соревнования. То есть дочка росла, можно сказать. Не то, чтобы прям совсем без меня, но очень мало времени я ей уделяла. Хорошо супруг со мной ездил, потому что он в моей команде был, да. И сложный период. Почему? Потому что после Олимпийских игр опять начались поездки, начались мероприятия разные, торжества всякие, празднования, приглашали на мероприятия, чествования. И мне очень сильно хотелось просто спрятаться и где-то отдохнуть с семьей.
это не получалось на тот момент, и мы отдохнули, может быть, месяца через 2 или 3 только после Олимпийских игр. Вот. И поддержка мужа, конечно же, была очень сильно большим подарком в этот момент. Біз сіздің отбасыңыз жайлы бейнеролик дайындаған болатынбыз, экранға зер салдыңыз. Рыпаковалар отбасы кілең спортшылар. Ольганың жолдасы Денис Рыпаков 2003 жылы оңтүстік Кореяда өткен бүкіл әлемдік универсиадада 400 метрге жүгіруден күміс медаль еншілеген желаяқ. Екеуі қосылғанда Денис 23-те, ал Ольга бар болғаны 19 жаста еді. Олимпиададағы жеңісінен кейін Өскеменде жеңіл атлеттерге арналған спорт кешені салынып, оған Ольга Рыпакованың есімі берілгені белгілі. Жаңа спорт кешеніне Денис Рыпаков басшылық етті. Кейіннен Шығыс Қазақстан облыстық спорт басқармасын басқарды. Елге белгілі 2 спортшыдан туылған балалар да ел намысын қорғауға дайындалып жүр. 2004 жылы өмірге келген Анастасия 17 жасында жеңіл атлетикадан 2 дүркін Қазақстан чемпионы атанған. Ал Кирилл қазір 10 жаста. Оның анасымен жасаған дене шынықтыру қимылдары әлеуметтік желі көрермендерінің ыстық ықыласын оятты. Я Ольга Рыпакова. Көрдіңіздер ғой, өзі де, жолдасы да, ұлы да, қызы да барлығы спорт қуған азаматтар. Біз енді сіздің отбасыңызға шынымен де бақыт тілейміз. Енді мына сұраққа жауап беріңізші. Ольга Рыпакова атындағы спорт орталығы бар. Оған Ольга Рыпакова секілді Олимпиада чемпионы Өскеменнен қашан шығады? Но этого никто не знает и никто не может гарантировать. Конечно, спорт непредсказуемая вещь. И, я очень надеюсь, что все-таки будет возможность у тех детей, она уже есть, у тех детей, которые сейчас занимаются, тренироваться в этом замечательном комплексе. И сейчас условия для подготовки на порядок лучше и выше тех, которых тренировались и занимались мы, наше поколение. Вот, поэтому есть талантливые дети. Ольга ханым, дәл осы күні біз мына отырған сарапшылар бар, өзімнің атынан, халықтың атынан сізге алғыс айтамыз. Ал сіз дәл осы күні кімге алғыс айтасыз? Я хочу поблагодарить вообще свою страну. Спасибо всем тем людям, которые были рядом со мной на моем жизненном пути, спортивном именно. С рождения это мои родители, которые отдали меня в спорт. Моему папе, который тренировал меня, моему первому тренеру, тоже, которая вкладывала основную базу для того, чтобы в дальнейшем я себя проявила как профессиональная спортсменка. Моей семье, моему мужу, родителям моего супруга, моим детям, за то, что всегда рядом. Элементарно у нас как? Замуж вышла, все, обязанность рожать детей, сидеть дома, помогать, поддерживать мужа. Здесь у нас меня поддерживали. Мне нағыз бақытты әйелдің көрінісі, мейірімді ана, Какая красивая елі сүйген, халқы сүйген спортшы. Бұдан артық қандай бақыт керек. Біздің шақыруымызды қабыл алғаныңызға рахмет. Отбасыңыз аман, өзіңіз бүтін болыңыз. Түркияға барған құтқарушылар қандай сұмдық оқиғаларға куә болды. Апталап аз су ішпеген ажалсыз адамдар табиғи апаттың тұзағынан құтылғанда не айтқан? Олардың қайда және қандай күйде жатқанын қазақстандық құтқарушылар қалай білген? Шағын жарнамадан соң көреміз. Түркияға барған құтқарушылар қандай сұмдық оқиғаларға куә болды. Құтқарушылармен шекара асып, табаны қанағанша тырмалаудан танбаған Лига атты овчарка Қазақстанға қандай күйде оралды. Оған көреміз нендей сыйлық бермек. Экранға зер салсақ. Ақпанның 7-сі, яғни зілзаланың ертесі күні Қазақстан түрік еліне құтқарушылар тобының алғашқы легін аттандырды. Олар Алматы, Астана қалалары және Ақмола мен Қарағанды облыстарынан іріктелген ең тәжірибелі кәсіби құтқарушылар еді. Қазақстандық төтенше жағдай қызметінің өкілдері инженерлік техниканы, авариялық құтқару жабдықтарын пайдалана отырып, 250 мың текше метрден астам үйінділерді аршытты.
Құтқару жұмыстарына кинологтар мен дәрігерлер де жұмылдырылды. Ақпанның 20-сы күнгі дерек бойынша күн түн демей жұмыс істеген жігіттер үйінде астынан қалған 7 адамды құтқарып, 100-ге жуық адамның мәйітін туыстарына тапсырды. Қауіп пен қатерге қарамай құтқару жұмыстарын мүлтіксіз атқарған азаматтарды бала шағасы сағынышпен күтіп отыр. Түркия еліндегі зілзаланың салдарымен күресу үшін біздің елден де бірнеше құтқарушы аттанған болатын. Және бүгінде ол мамандар елге аман-есен оралды. Оларға да мың алғыс. Және студияға шақырып сұхбаттасайықшы. Студияға Түркиядан оралған құтқарушы, қатардағы құтқарушы емес, құтқарушылар бөлімінің жетекшісі Мәулен Қоңырбаевты шақырамын. Мәулен мырза, мереке құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Қолыңызды алып қойыш. Амансыз ба? Елге аман-есен оралдыңыз ба? Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Мәулен аға, Түркияға қай күні аттанып едіңіздер? Біз 6-сы күні ма, 7-сы күні ма сол кезде аттандық қой. Демек, бірден хабар келген күні аттандыңыздар. Хабар келген күні жиналдық бәріміз. Содан бізге министерстводан айтты, осындай уақытта ұшасыңдар деп. Содан дайындалып аэропортқа барып, содан бірден ұшып кеттік қой. Табандарыңыз Түркияға тегеннен кейін жасақ қалай бөлінді? Оны министерстводан бізге келген министрдің 3-ші орынбасары болды. Сол кісі бөлді ғой, кім қайда баратын. Біз аэропорттан түсіп, сразу неге бардық? Газеттеп қаласына бардық. Сол жерде барып, келіп, сразу жұмысты басқарып, сөйлесіп істеп кеттік. Жағдай қандай екен ол жақта? Енді жағдай қиын ғой, халықтың бәрі далада жүр. Үйлеріне кіре алмайды, от жағып далада жүр, жылап жатыр, шуылдап жатыр. Білесіз ғой, табиғат қатты, Құдай өзі. Біздің елден бөлек қанша елден құтқарушылар келіпті жалпы? Енді жан-жақтан келді ғой. 40 мемлекеттен деп естідім енді. Және бәрі бір үйдің баласындай көмектесті ғой, Бәрі солай жұмыс істеді. Әр қалаға бөліп тастады ғой. Келген құтқарушыларды, мысалы, жан-жақтан келген құтқарушыларды, сен мысалы осы жақта жұмыс істейсіңдер, сендер осы жақта жұмыс істейсіңдер. Бізді сол Газиантеп қаласына бөлді. Сонымен біздің екінші группа 60 адам келді ғой Қазақстаннан, Астанадан, Қарағанды, Көкшетаудан. Оларды Нұрдала қаласына апарып, сол жақта жұмыс істеді. Бізбен бірге Көкшетау қаласы, 20 құтқарушы қалды. Жалпы осы құтқару барысында тірі қалған адамдарды таптыңыздар ғой? Иә, таптық. Өзім жұмыс істедім сол жерде. Бірінші біздің кинологтар көрсетті. Осы маңайда тірі адам болуы. Осы маңайда тірі адам болуы мүмкін деді. Енді жерде Түркияда өздеріңізді көрдіңіздер ғой, апаттарда үйлер қалай қалап жатыр. Жерге кіріп кеткен ғой, 5-6 этаж жердің астына. Енді сол кезде иттер көрсетті. Біздің бірінші кинологтарымыз жұмыс істейді. Одан кейін кинологтар, бір кинолог жібереміз. Ол ит табады, содан кейін өзімізге дұрыс болу үшін тағы бір итті жібереміз. 100% сенім болу үшін ғой? 100% сенім үшін, иттерді жібереміз, иттер табады. Содан кейін өзімізде мына құлаққа тыңдайтын өзіміздің аппараттарымыз бар. Жердің астында адам демі, несі, ұратын болса, сондай. Егер жердің астында бір адам тірі күйінде жатса, сіздерге аппарат арқылы сигнал келеді. Енді тыңдайсыз ғой, бәрі жұмыс тоқтатып тастайсыз. Бүкіл жұмысты. Тым-тырыс болу керек айнала. Тым-тырыс болу керек. Содан тыңдайсыз, содан кейін осы жерді көрсетті, сол жерді қаздық. 3 метр тереңдікте қаздық. Одан кейін 3 метрді қазып болғаннан кейін астына түсіп, әлгі адамдармен уже контакт жасадық, сөйлесе бастадық. Ерсін ба, аты білмедім, түрік. Атын айтып едік, анау сөйлейді. Тірі ғой, енді тірі адамдар ғой, үшеуі де. Бірақ қалай отыр, сол күйінше ғой. Жан-жағында құлақпаған, қараңғы, 3-4 күн сол жерде жатыр. 3-4 күннен бері? Иә, жатыр сол жерде. Көмек сұрап. Су жоқ, не жоқ. Содан кейін анаған айғайладық, сөйледік даусымен. Қай жақтан енді түстік қой, біз енді бізге былай тесу керек па, былай жүру керек па, направление табу керек па. Нақты. Бағыт керек. Сөйтіп сөйледі, дауысы біресе ана жақтан естіледі, мына жақтан естіледі. Соны примерно қылып тестік. 5 метр қаздық, сол зілдардың арасына ашып кіріп. Тура сол бөлмелеріне түстік қой, өздері отырған бөлмелеріне. Сол бөлмелерін тесіп ашып едік, ар жағында уже әкесі енді кішкене жарақаттанып қалған кісі, үлкендеу кісі екен, 2 баласы, 25-26 жігіттер ғой. Дін аман үшеу. Дін аман. Әкесінің енді аяғы ауырды, енді оны бәрін шығардық. Мәулен мырза, ол кісілер сіздерді көрген кезде қандай күйде болды?
Енді қуаныш болады ғой. Қуаныш. Әйтеуір бізді құтқаратын құтқарушылар бар екен деп. Сондай. Біз енді жаңғыз істеген жоқпыз. Өйде түріктердің спасательдері болды, құтқарушылары болды. Солармен бір жерге көмегімізді көрсеттік қой. Сол бір сәтті көрейікші, экранға зер салыңыздар. 600 kişi de geçit altından çıkarıldı. Sağlam bir şekilde. Sağlık durumu iyi. Bilinci açık. Halk arama kurtarma burada. Jandarma özel harekat burada. Aref ekipleri burada. Allah hepsinden razı olsun. Kazakistan'dan gelen ekip burada. Міне, Қазақстаннан келген құтқарушылар көмектесті, құтқарды деп жатыр. Бұл енді біз үшін, біздің ел үшін, біздің мамандар үшін абырой ғой. Сондықтан сізге алғыс, Мәулен мырза. Мәулен мырза, осы бір салада қанша жылдан бері еңбектеніп келесіз? Мен енді бұл салада 23 жыл болды. Кеудесіндегі төсбелгілердің барлығы ерлік қой. Соның бәрі жай емес ол. Әрбір төс белгінің өзінің еңбегі, тарихы, жолы бар дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Енді сіз қауіп пен қатердің арасында жиі жүресіз. Жаныңызды былайша айтқанда шүберекке түйіп жүресіз. Сондықтан сізге біз амандық тілейміз. Және осы салада иттердің де маңызы зор ғой. Әрине. Біз арнайы сюжет дайындаған болатынбыз, экранға зер салайықшы. Қираған үйінділер астынан тірі адамды іздеу мехнатында иісшіл иттердің де атқарған қызметі орасан. Түркияға көмекке барған 70 мемлекеттің құтқарушылары құрамында 4 аяқты жануарлар да болды. Өйткені қирандының қай тұсында тірі адамның бар екенін анықтауды ақылды жануарлар кез келген құрылғыдан сезімтал болып шықты. Бұл мексикалық құтқарушылардың Протео атты итпен қоштасқан сәті. Іздеу барысында үстіне қиранды құлап жан тапсырған итті мексикалықтар осындай құрметпен жерлеген. Үйінді астынан 7 адам тапқан қазақстандық құтқарушылар да иісшіл иттердің көмегіне көп сүйенді. Адамдарға бағыт-бағдар беріп қана қоймай, жер тырмалап, тірі адамды аршып алуға тырысқан ақылды жануардың бірі Лига атты мына овчарка. Лиганы танисыз ба? Бірге жұмыс істейміз ғой. Сіздердің иттеріңіз ғой? Жасы нешеде? Жасын білмедім, бебестеймін алып. Қазір өзінен сұрап білейік онда, өзінен кинологынан ендеше студияға кинолог Дамир Ғизатуллин мен әлгі овчарка Лиганы шақырамыз. Ассалаумағалейкум. Лига, қош келдің. Сіздің айтқаныңызды дереу тыңдайды ғой. Ешкімге шап бермейді. Ешкімді қауіп болмайды. Бұлар өте ақылды. Жоқ, ақылды ғой. Қандай командаларды орындау біледі? Сидеть, лежать, стоять. Орысша ма? Қазақша ше? Қазақша жоқ. Адамдар әуелі қазақша сөйлеп үйреніп алсын дейсіз ғой. Дамир мырза, Түркияға бардыңыздар ғой? Да. Құтқару жұмыстары қалай өрбіді? Ну, мы прилетели, получается, на 7 числа. Сразу же нас доставили в Газиантеп. С Газиантепа с аэропорта мы приехали на объект. Только подъехали, штаб развернули, и уже группа разведки начала работать. Это спасатель и кинолог. Мы начали обследовать объекты, где Лига сидит. Где собака обозначала, там уже как бы приступали к работе и... Жалпы сізбен бірге қанша ит барды? 3 кинологических расчета с республиканского отряда поехало. Вообще с Казахстана получается 6 кинологических расчетов. 6 ит қой сонда. Лига тірі адамды табуға атсалысты ма? Да, конечно, получается, на доме работали. Первого пустили нашего кабеля Джекоба. Джекоб обозначил, Лига уже повторно уже дублировала. Қазір экранға зер салайықшы? Лиганың еңбегіне куә болайық.
ит адамның досы деп тегіннен тегін айтылмаса керек, Дамир мырза, осы лиганың көмегімен қанша адам табылды? Лига, получается, нашла 3. Үшеуі де тірі болды ма? Үшеуі де тірі болды. Тамаша. Адам табады екен, иә? Ит жеті қазынаның бірі дегендегі осындай ақылды иттер айтқанша осы жеті қазынаның бірі болған. Қазір енді итіңізбен бір команда беріп, бағдар беріп, жұмысыңызды көрсетесіз бе? Көрермен де көрсін. Бола ма? Конечно. Фу, лига. Тоже. Лига. Лига. Сидеть. Лежать. Стоять. Хорошо. Тамаша. Бүгін енді бізде мерекелік шығарылым ғой. Осы мерекеге орай ел, үкімет те, біз де, сарапшылар да сіздерге алғыс айтады. Ал сіздер кімге алғыс айтар едіңіздер? Енді біріншіден Алла тағалаға аман есен барып келдік, енді жолымызды жолдап. Өзіміздің әке-шешелерімізге бізді осылай жеткізіп, өсіріп, Қазақстанымызды көркендетіп, осындай құтқарушылар бар екен деп, елге, жерге көрініп отырмыз. Бәрлеріңізге рахмет. Осындай жақсы лебіздеріңізді айтып отырсыздар. Сіздерге де көп рахмет. Каналдарыңыз ары қарай дамый берсін, үлкен болсын. Ең бастысы өздеріңіздей жігерлі, қайсар мінезді батыр мамандар көптен бола берсін. Енді қуыс үйден құр шықпа дейтін қазақпыз. Біздің лигаға көреміздің арнайы бір сыйлығы бар. Ол үздік сақшы деген осындай төс белгі. Сіздерде төс белгілер көп екен, итке жоқ екен. Итке де құрмет жасайық. Дұрыс. Мына сыйлықты әзірге сізге берейін, ал мынаны өзім тақып берейін. Үздік лига бүгінден бастап үздік сақшы 2023. Бәрекелді. Ал, құтты болсын лига. Жарайсың. Біздің батыр итіміз. Міне, бізден болсын бұл сыйлық. Жайғас лига. Күшті. Бұл соңғы сыйлық емес. Енді ит үшін, ит жақсы жұмыс істеу үшін, жақсы иісті сезу үшін оған ас керек қой. 20 келі асымыз бар. Студияға шығарыңыздаршы. Арнайы лигаға. Лига бұны жемей ме білмейміз. Сыбаға тартып жатыр екенсіз. Міне. Ох. Лига. Бақытты болып кеттің сен. Еңдегің жанды. Лиганың ситабағы болды ғой. Ситабағы. Түркияға барып қазақтың киіз үйін тіккен кімдер? Шағын жарнамадан соң танысамыз. Түркиядағы зілзаланың салдарынан баспанасыз қалған түрік ағайындарға киіз үй апарған қазақтар кімдер? Танысу үшін экранға зер салайық. Түркиядағы алапат зілзаладан қираған ғимараттар әлі тазартылып жатыр. Бүгінгі таңда үйінді астында үзіліп кеткендердің саны 45 мыңға жуықтады. Суық хабар жете сала алғашқылардың бірі болып Қазақстан көмек қолын созды. Ел басшысы Қасым Жомарт Тоқаев зілзаланың зардабымен күреске атсалысуды және 1 миллион ақш долларын бөлуді үкіметке қадап тапсырды. Бауырлас халықтың басына түскен ауыртпалықты бөлісуге қарапайым халық та құлшына кірісті. 3 күннің ішінде Түркия елшілігіне 2,8 миллион доллар қаржы жиналды. Ақшалай, заттай көмектер бұдан кейін де тоқтаған жоқ. Ерікті ер азаматтар Анадолыға аттанды. Жақынынан айырылып жаны күйзелген, баспанасыз далада қалған түрік ағайындарға Алаш жұртының ең қадірлі көмегі қазақтың киіз үйлері болғаны даусыз. Қаз-қатар тізілген ақшаңқан үйлерден үлкен ауыл бой көтерді. Игілікті істі ұйымдастыруды журналист Нұрбек Бекбау бастаған болатын. Ендеше студиямызға түрік ағайындарға киіз үй жіберумен атсалысқан, айналысқан, жәрдемші болған 2 азамат бар. Азаматтар көп, солардың 2-ін шақырайын. Әмірболат Құсайынұлы мен Жарқынбек Ахмет Сәки. Қарсылайық.
Ассалаумағалейкум, мереке құтты болсын. Амансыздар ма? Елге дін аман оралдыңыздар ма? Қош келдіңіздер. Рахмет. Жайғасыңыздар. Бұл жігіттер онсыз да танымал жігіттер ғой, қазір шындық танымал болып кеттіңдерсіңдер. Бұл жігіттер, дұрыс айтасыз, Меруерт ханым, от тілді, орақ ауызды, жазуы бар, айтары бар, журналист жігіттер. Біздің әріптесіміз. Әріптестерімізді Түркияда көрген кезде біз де қуандық. Үйде тақым қысып отырдық. Аман есен барып келдіңіздер ме? Барып келдік, жақсы, Құдайға шүкір. Рахмет. Түрік ағайындар қалай қабылдады сәлемдемені, киіз үйді? Әуелден бұл идея қалай келді? Бұл идеяны бастаған менің әріптесім Нұрбек Бекбау. Алғашқы бір ауыр сәтте осы идеяны бастады. Біз қостадық. Бірге шықтық, ақылдастық, іске кірістік. Үшінші күні біз сол жерде болдық. Алматы, Стамбул, Адана, Аданадан эпицентрдің ең көп қираған қаланың бірі, 1-2 миллион халық тұратын сол жерге бардық. Осы жерге барып, кигіз үй тігуді бастадық, бірақ кигіз үй қазақ үйлер бізден 2 күн сәл кейін келді. Алайда ол жерде де біз қарап жатқан жоқпыз. Енді өте ауыр жағдай. Мына жерде біз жата алмадық. Бармасақ өзімізді бір кінәлі сияқты. Ақпарат дайындап отырмыз, жазып отырмыз, беріп отырмыз, сәт сайын, сағат сайын, бірақ жатып отырып бұл жақтан берген, ананың ішінде болмағаннан кейін өзімізді бір кінәлі сияқты сезіндім да, мен міндетті түрде кетуім керек деп, қасымда жолдас жігіттер бар, ерікті топпенен 12 жігіт болып бардық. Аттандыңыздар. 8 күн сол жақта болдық. Жан-жақтан 88 мемлекеттен көмек келді ғой, бірақ ол ресми, бұл жігіттер кәсіби мамандар. Мемлекет рұқсат еткен, жан-жақтан келіп жатқан 88 мемлекет. Ал Түркия ерікті азаматты ретінде тек қана Қазақстаннан барған 12 жігітке ғана рұқсат берген. Ол жерге әскери жағдайға көшті, төтенше жағдайға, ұрлық қарлық басталды, тонау басталды, елдер әлі көшеде жатыр. Сол кезде ол өздерінде де ерікті көп, халқы көп қой. Бірақ ол жерге барлығын жібере бермейді. Соның ішінде Қазақстаннан осы 12 жігітті бізді жіберді. Жалпы қанша киіз үй құрдыңыздар? Бізде міне жерде Қазақстаннан барғаны 84. Бұл сәл көп болу керек еді, бірақ бұл жерде ішкі дүниелер бар ғой, қазан ошағы, керек жабдығы, соғанда да көңіл бөлдік біріншіден. Екіншіден, бізден кейін біз кигіз үй барғанда бізде бармыз керек еді. Бірақ карго деген самолет бізде жоқ қой Қазақстанда. Оны Түркия мемлекетіне біздің қасымыздағы топ Гүлім деген бортсерік болып істейді екен. Көп кішкентай қыз мемлекет жан-жаққа шықтық. Сыртқы істер министрлігі, елшілік, бәрінде мүмкіндік жоқ, қарбалас. Сосын амалсыз Біләл Ердоған соған шықты жаңа Гүлім деген қызымыз. Прямо тура. Сөйтіп, Харго деген үлкен... Ердоғанның ұлына шықты. Ұлына, мен шыққан жоқпын жаңа Гүлім деген қызымыз. Сол шешіп берді. Өйткені үлкен жүк, ауыр жүк самолетін бөлдіру, оның үстіне әлемінен жан-жақтан жүк тасып жатқан кезде, қарбалас кезде, соны жұлып алып Қазақстанға әкеліп, мына жүктерді тиеп, халықтың аманатын апару деген мойнымызда жүк тұрды да, соны алып бардық. Бізден кейін 2 күннен кейін самолет келді, Аданадан 6 фура. 8 фура. Сол түнде барып, жігіттер күн-түн бізге айтты, алдын ала ескертті. Жігіттер, тамақ болмайды. Уақыт жоқ, мүмкіндік жоқ. Ешкім қарамайды, далада жатасыңдар. Суық, таудың етегі 15 градус, 10 градус. Және қара жел аңырап тұрған. 10 минут далаға шықсаң қатасың. Сонымен бас аяғы 84 киіз үйді. 84, сосын тағы да 30 этноспорт бар ғой. Сонымен 100-ден асып кетті, 120-ға сондайға барды. Қасымызға, біздің жоғары жағымызға футбол алаңына қырғыз ағайындарымыз кеп 111 ма сонда үй тікті. Біздің апарған үйіміздің ішінде 4-те үлкен, 16 қанатты. Қазір шамамен о жерде 250-ге жуық қырғыз бен қазақты қосқанда үй тұр. Ең бастысы керегіне жарап жатыр ғой елдің. Баспанасы қалған қаншама адам сол жерде ғой қазір. Бірнеше мың халықты ғана қамтамасыз ете алады ғой. Ана жерде баспанасы қалған халық миллиондап саналады. Біз кетпей тұрған кезде ресми мәлімет бойынша 1,6 миллион адамның отбасының үйі қирады деген. Ол сағат сайын көбейіп жатыр ғой. Тексеріліп жатыр. Ғимараттар тұр, бірақ қасына барсаң кез келген уақытта құлауы мүмкін. Жолауға қорқасың. Үлкен басымен бізді ішімізде алып барды. Бұл ағаң деген Азияға герой болған аға ғой, қол күресінен. Рахмет. Сондықтан ол одан кейін бұл осыдан 6-7 ғасыр бұрын баяғыда төбір түркі Алтайдан кеткен түріктерге енді қиын жағдайға сәйкес келіп қалды, бірақ қазақ үйлерін өздеріне апарып табыстады. Ортақ құндылық қой. Ортақ құндылық. Таласып жатыр, риза болып жатыр.
білгеннен кейін бар болар 6000 үйге тапсырыс. Бәрекелді. Негізінде бар ғой, біз өз құндылығымызды енді бағалап келе жатырмыз. Міне, бір нәрсенің қадірін білу үшін айтады ғой, қолда барда алтынның қадірі жоқ дейді. Әрине, Аллах тағала бізге бұндай алапатты келтірмесін. Бірақ бәрекелді. Азаматтар соны көтеріп, ой көтеріп, соның бәрін бір жерге сендер ұжымдастырып, соны апарғандарың мың алғыс сендерге. Басыңа іш түссе, мүсәпірдің күйінге жетеді. Сондықтан да Аллаға шүкір деуіміз керек. Аңыраған ана, қайғырған әке, чырылдаған бала, көзімізбен көрдік. Әлгі киімді алмай жатыр, киімді алмай жатыр, төгіліп жатыр деп суретке түсіріп ал. Ол өтірік. Киім деген төгіледі, одан 15-20 минуттан кейін ана халық қайтады, олар келіп жарты сағат түседі, дым жоқ, талап кетеді. Әрине, бәрінен айырылған. Жай КамАЗбен түсірген тартып алады да, ешкім алмай жібереді. Бәрі соған ынтық болып тұр ғой. Жоқ, жаңағы Әмір Болат айтып жатыр ғой. Не берсең де алады, мұқтаж халық. Даже біз ана үйді тігіп жүрсек, үйді айланып қарап жүр. Осы үйге шіркін-ай, қолым жете ма, жетпей ма деп. Соны риза болдық, жұмыла жүк не қылдық, жастар не істеді. Соның бәрін істедік қой енді. Қазір бауыр болып кеттік міне. Жарайсың аға. Қаншама жас жігіттерге міне ағамыз үлгі болсын. Жарайсың, жасай беріңіз аға. Жақсы, Жарқынбек аға, барып келдіңіздер, елге аман-есен оралдыңыздар. Жалпы осы жағдайда не түйдіңіз? Ең басында бұл аяқ асты болған оқиғаны ести салғанда үйде тыныш жата алмадық. Қандас бауырымыздың жанына барып титтей де болса көмек қолын созайық деп бардық. Барғаннан кейін өзімнің білетін түрік тілімді сол жерде бір талай көмегі тиді. Кигіз үй құру барысында түріктер көмектескісі келеді, бірақ білмейді. Сөйлесейін десе түсін салмайды. Сосын мен өзімнің білген тіліммен айтып түсіндіріп оларды ана жерде жүріп, жай құрып жүрмей, жаңа қазақтың кигіз үйінің қандай екендігін, қаншалықты пайдалы екендігін, соны және қазақтар бұнда 4 мезгіл мекендегенін айтып оларды бір таң қалдырдым. Барынша насихаттадыңыз ғой? Барынша насихаттадым. Сонымен қатар сол жерде мен түрікше сөйлеп жүргенімді байқап, біреулер алып кепті, қайдан алып келгенін білмеймін, түрік журналистер. Олар маған интервью алды, мен оларға бар білгенімді жайып салдым. Содан қазір түйіндегенім, біз кеткеннен кейін 6000 кигіз үйге сұраныс түсті дегені мүмкін менің жарнамам бекен қалай болған. Мен оларға бар болғаны біздің кигіз үй қаншалықты жылу сыйлайтынын, бір отбасы сол жерде рахаттанып, бір 5-6 ай үйлер дайын болғанша өмір сүре алуы мақсатында қазақтың кигіз үйін ғана жаңа жарнама жасағам. Жоқ, бізден кеп кигіз үй сатып алсын деген тұрғыда емес, тек қазағымды танысын, білсін, қазақ қандай, қандастарына қандай көмек береді деген тек қана біздің Қазақстан мемлекетін, Қазақстан азаматтарын ғана танытқым келген. Тамаша. Жарайсыңдар. Бірінде қазақ, бірінде дос, көрместен істің бәрі бос дейді ғой абай атамыз. Сондықтан жұмыла көтерген жүктің қашанда жеңіл болатынын көрінісі міне осы жігіттер. Сіздерге мың алғыс. Алданған қызды түсік жасатудан сақтап қалған кім? Айы күні жақындаған бойжеткен қашан және қайда босанады? Шағын ғана орталық бұған дейін қанша қызды дәл осындай қатерден қорғап қалды? Шағын жарнамадан соң білеміз. Өмірге некесіз бала әкелген әйелдерді өмірге бейімдеуге бола ма? Ол үшін оларға қандай кәсіп үйреткен тиімді? Орталыққа келген қыздардың қаншасы өз үйіне оралған көреміз. Бұл нәзік жандылар сенген серлері сөзінде тұрмай, жүкті күйінде қалдырып кеткен жас келіншектер. Босаға аттамай жатып бала көтерген соң туыстары да далаға қуған. Ішіндегі шаранадан қайтып құтыларын білмей өзіне қол салмақ болған бойжеткеннің бірі 23 жастағы Айдана. Түрлі ойлар келді. Үй сосын жоқ, мен өзім баламен өмір сүргенше өзімді өліп қалайын деп асылуға дейін бардым. Сол қиын сәттерде кейіпкеріміз 10 жылдың ішінде 6000 қыз келіншекке қорған болған ана үйі қайырымдылық қорына хабарласады. Бұл оның ең үлкен қателігінен кейінгі ең дұрыс шешімі еді. Мен байға тию керекпін деп, шуш кеттім. Дөже сенгі жайма дедім, не болып қалды дедім. Мен байға тимесе, мені ешкім кіргізбейді. Менің
міне өйстіп айтқанын айтып менің қарнымды көрсе мені сразу өлтіреді, сразу үйден қуып жібереді, сондай сөзді. Неге десем, білесіз ғой, ят болды, бетімізді қара қылдырдың, жерге қараттың, сондай сөздерді айтты да. Қазір алданған Айдананың ойы да, мақсаты да өзгерген. Ол қазір бір ғана жақсылықты күтіп жатыр. Баланы дүниеге алып келген кезде өзің көресің, ананың несі қандай екенін көресің деп айтты маған. Мына жерде қыздардың біреусі балам, қызым деп құшақтап отырады. Сол Алла қаласа менің де қызым келеді дүниеге. Сол андай менде де қызым келеді екен деп ішімнен ойлап қоямын. Тағдырдан теперіш көрген талай жүкті әйелдерге қорған болып жүрген маман бар. Елдің алғысын ол кісіге де айтайық. Студияға Аминат Сейфулла қызын шақырамыз. Аминат апай, қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Саламатсыздар. Сізге мың алғыс. Рахмет. Қабыл алыңыз, жайғасыңыз. Осы уақытқа дейін қанша жанға көмек қолын создыңыздар? Енді биыл бізге бұйырса 10 жыл болады. 10 жылдың ішінде 6000-нан асты Қазақстан бойынша қыздарға көмек бердік. Оның барлығы сол жүкті келіншектер ғой, жүкті келіншектер и кішкентай сәби балалармен келген қыздарда келіншектер. Көшеде қалып қалған қыз келіншектер ғой. Көшеден қалған қыздар енді қазір бір бала мен екі баладан біз уже 1 жыл болды. 1 жылдан асты. Сол жолмен жұмыс істеп келе жатырмыз. 2 баламен, 3 баламен да қазір қабылдаймыз. Бұрын біз қабылдаймыз тек қана 1 баламен. Жаңа болсаң. Бұрын шектеу болатын, қазір шектеу жоқ. Неге десеңіз, енді қазір енді пандемиядан кейін өте көп осындай әйелдер 1 баламен, 2-3 баламен далада жүргені. Жолдастар тастап кеткен, туған туысқандар көмектесе алмаймыз дегеннен кейін қыз амалсыздан балаларды уақытша сәби үйіне өткізеді. Біздің мақсатымыз уақытша болса да баланы өткізбесін. Неге десеңіз, ол уже балаға психологическая травма. Бірге болсын. Біздің мақсатымыз ана мен бала бірге болсын деп, қазір сондай қыздарға да көмектесеміз. Жұмыспен қамтамасыз етесіздер ме сонда? Бізде өзімізде ана үйімізде астымызда үлкен тігін цехымыз бар. Сол жерде жаңадан келген қыздарды біз үйретеміз. Неге десеңіз, мен қыздарға күнде айтам да, ертең күні менен кеткеннен кейін мына жинаған ақшаңды кішкентай тігін машина сатып алсаң да, үйде біреуге киім тігіп бересің, пердесін тігіп бересің. 1000 теңге болсын, 2000 теңге болсын, күнде ақша табасың. Иә, ақырындап табасың. Аминат апай, бүгінгі таңда сіздердің орталық 18 қалада бар екен, 18 қалада. 21 үй. 21 үй. Тамаша. Жаңа цех туралы айтып қалды. Біз барып түсірген болатынбыз. Экранға шығарайықшы. Мынау енді біздің тігін цехымыз. Осы жерге біздің қыздар түседі, тігінге үйретеді. Неге десеңіз, ол енді кішкентай машинка қолында болса, ремонт одежды, подгонка одежды дегенде ақша күнде табады. Өйсіп үйренгенде бізден кетсе де олар уже ақша табуға болады. Өзі кішкентай машинка болса, еңбегімен табады. Біз тек қана мата тауып берсем, мен болды. Осындай заттарды өздеріміз киіндіреміз. Осыны бәрін тігіп, шапочки, чепчики, біздің қыздар өздері тігеді. Біздің жұмысымыз қиын, ауыр, мынау біздің полушубок. Мына қыздарды, потому что мен жас қыздар болғаннан кейін, қазір мына полушубок шубалар кішіге қымбатта ғой. Мынаны біз санап отырғанда себестоимость мынаның бәрі где-то 9000-дай шықты. Міне, әрі жұмыс істейді, әрі өздеріне киім тігіп алады. Өте жақсы немен құрылған жоспарларыңызда. Өзі негізінде бүгінгі тақырыптың өзі жақсы айтып жатыр ғой, 1000 алғыс деп. Барлық мақтау мадақ бір Аллаға дейді, одан кейін осындай аналарға. Себебі сіздің бетіп қарап тұрғанда, әйелдің жүрегін әйел ғана түсінетінге мені тағы бір негіз болып тұр да. Сыртта қалған бөтен қыз болсын, келіншек болсын, соған жүректеріңіздің мейірімін беріп, соны сыртқа қалдырмай, өмірге кірген бала жетім болмасын деп, әкесіз бала жетім емес, анасыз бала тұл жетім дейді ғой. Сондай жасағандарыңыз Алла
алладан қайтсын сіздерге. Істеріңіз берекелі болсын. Әрине сіздерге келетін адамдар аз болсын. Өмірге келіп атқан, өсіп атқан қыздардың бәрі саналы болсын. Біздің жігіттердің жауапкершілігі артсын. Енді негізінде екі жақтан бірдей ғой. Осындай хабарға келгенде осы көріп жатырмыз қазір. Кене жасөспірім қыздар алданып қалып жатыр. Сондай бір нәпсінің құлы болып атқан біздің азаматтарды көргенде көзімізге шынымен жас ұялайды, жүрегіміз ауырады. Алла солардың бәріне сана берсін. Сіздер сияқты сондай өмірге дұрыс бағыт-бағдар беретін аналар да, мекемелер де өзінің жұмысына берекет берсін Алла. Аман болыңыздар. Осындай мекемелердің санын көбейтуге ықпал жасап жүрген, біздің жаңағы жалқау, ұятсыз, қыздарды жылатып, баланы тастап кететін жігіттеріміз мынандай азаматтардан үлгі алсын. Біз ондай азаматтарды көргіміз келмейді. Біз мынандай журналистерді, мынандай қорғаушыларымызды, мынандай мықты азаматтарымызды ғана көргіміз келеді. Көзіміз тек жақсыны ғана көргісі келеді. Міне барлықтарыңыз алғыс алып отырсыздар. Алла сіздердің мерейлеріңізді үстем болсын. Өте көп мәселелерді шешіп жатқандықтарыңызды көрдік. Бұл Евразия телеканалына да алғысымыз шексіз. Осынша адамдардың басын қосып, бүгін алғыс деген бір тақырыппенен мың алғыс айтып жатқан жағдайды міне көпшілікке жариялап отырсыздар. Керемет. Жүкті жұмыла көтеретін мынау жаңағы ана апатты жағдай, мына кісінің анау жетімдердің көзі жасты, көңілі қаяу болған. Бұл бір жақсылық енді, мынау қазақты енді ұйымдастырып. Мынандай бір нәрсе идеология болу керек та, жаманшылықты жақсылыққа айландырып, адамдардың бір-біріне жанашыр екендігін көрсете білеміз. Сіздерге де алғыс бұны. Рахмет. Бұл идеология. Дұрыс, негізінде бұқаралық ақпараттықтың негізгі мақсаты деп ойлаймын, жақсыны жария ету негізінде. Сондықтан бүгінгі тақырыптарың өте керемет. Сол бүгінгі күнгі, бүгінгі мерекеге сай келіп отыр екен. Әрбір қазақ, әрбір осы біздің елдің тұрғыны бір-біріне алғыс айта алатындай, жүректері кең, мейірімдері мол, саналары саналы, ақылды, берекелі азаматтар болсын деп мен соны тілеймін. Барлықтарына Ағасы. Қыздарымыз шебер болсын, үлгілі болсын, бәріміз қуанатындай. Ұлдарымыз 8 қырлы, 1 сырлы болсын, ерімдейді. Еңбек ететін, спортпен де жаттығып, шыңдалған азаматтар болып, жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Бір-бірімізді көрсек, құшақ жая қарсы алып, бір-бірімізді сағынысып, қауышуға Құдай жазсын. Рахмет сіздерге. Ел іргесі аман, бейбіт, заман болсын. Сіздермен болған көреміз. Мен Руслан Өтепбай, өте бай болыңыздар.